Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге анамның кішкентай кезімізден бізге үйреткен ешқандай химикатты сабынды да қолданбай, үйдегі қарапайым жағдаймен барлықтарыңыздың үйлеріңізден табылатын тәсілмен осы шәугімдердің барлығын ағартатын боламыз. Яғни жылтырататын боламыз. Ол үшін бізге ошақтың астында күліміз және бір тостақ суымыз, губкамыз және қырғышымыз қажет болады. Алдымен губкамызды суымызға батырып, осы шәугімдердің сырттарын барлығын сүртіп алатын боламыз. Барлығын сырттарын жібітіп сүртіп алғаннан кейін осылай күлімізге губкамыз жақсылап бастырып алғаннан кейін шәугімдеріміздің сырттарын осы күлмен ысқалап шығатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бірден жаймен результат болып жатыр. Видеоны соңына дейін қараңыздар, менің шәугімдерім қандай әдемі болып кететінін. Дәл осы тәсілмен сіздер де пиалаларыңызды, қасықтарыңызды, құмандарыңыздың барын тазаласаңыздар болады. Кішкентай кезімізде, бала кезімізде ешқандай фирманың химикатын, средстволарын білмей жатқан кезімізге бізде дәл осылай анам газдың үстін осылай шәугімдердің барлығын осы тәсілмен тазалауды үйреткен. Егер де сіздерге де пайдалы болып жатқан болса, міндетті түрде жасап көріңіздер, және де жоғалтылмас үшін каналымның дамуына үлестеріңізді қосып, каналыма подписаться жасап және қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Осылай шәугімдердің сырттарының барлығын дәл видеода көріп тұрғандай ешқандай химикат қолданбай осы күлмен барлығын ысқалап тазалап жатырмын. Енді барлығын ысқалап тазалап алғаннан кейін кәдімгі осылай суды аласыздар да шлангілеріңізбен шәугімдеріңіздің сырттарының барлығын бір жуып алсаңыздар, өзі сүртпей-ақ тап-таза болып жылтырап шығады. Бұл шәугімдер менің ескі шәугім. Не үшін сонша кір болып кеткен десеңіздер, даладағы жаздық асханада тұрғанына 1 жыл болды. Осылардың барлығын тазалап жуып, сүртіп алып қояйын деп, осылай тазалап әрі лайфхагымен сіздермен бөлісіп кеттім. Менің лайфхагым сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Шәугімнің іші неге ондай десеңіздер, бұл шәугімдер ескі шәугімдер, сіздерге айта кететін. Назарларыңызға рахмет.